келін болып түскеніме 5 күн өтпей күйеуімді соғысқа алып кетті. Деп бастады әңгімесін Күлтай апай. Бұл 1943 жылдың шілдесі болатын. Үйде атам мен енем үшеуміз ғана едік. Күн 5-нен ауа бере 2 аттылы кісі үйге келіп тоқтады. Қонақтарға шай беріп, өрістен мал әкеліп бата сұрап, үйді бүйткенше күнде ұясына қарай жылжи берді. Енем шек-қармен айналысып жатқанда мен су әкеле қояйын деп сайға түстім. Отырған жеріміз Құлансаздың терістегіндегі Қаржау жайлауы болатын. Жасым бар болғаны 16-да, бала екенмін ғой. Қия жолды алыс көріп, үйдің тұсынан сайға қарай құлдырап түстім де, ентігімді баспаған қалпыммен бір шелек суды іліп алдым. Басымды көтерсем, дәл қарсы алдымдағы арғы жағада жалпақ тастың үстінде бірдеме отыр. Екеуіміз бір-бірімізге тесіле қарап қалдық. Шашы дудырап, үсті басын түгелдей жүн басқан мақұлық қозғалсыз маған бажырая қарайды. Бұл не нәрсе деген оймен аузымды қан шашып тұрғанымды білмеймін. Есімді жиғанда көзбен екі арадағы судың ненін мөлшерледім. Бала-шаға ары-бері өте беретін кішкене өзеннен ол бір секірсе жетіп жатыр, мені келіп бас салмақ. Осыны ойлауым сұмдық екен. Жаным мұрнымның ұшына жетті. Қол аяғым қалдырап, бісміллә аузыма зорға келді. Амалсыз екінші шелекпенде суды іліп алып, мойынағашты жерден көтеруге мұршам жетпей, қыр үстіндегі үйге тіке тарттым. Қуып жетіп, арқамнан тартып қалама деген үрейден өрге қарай жан ұшырып келемін. Жүрек ауызға тығылып, өлдім, талдым дегенде үстірткеде шықтым-ау. Бір нәрсенің болғанын сезгендей, енем ошақ қасынан ұшып тұрып, маған қарсы жүгірді. Үйбай-ау, өнің қашып кетіпті ғой. Күн батқанда суға неге бардың? Мен өзім аға келетін едім. Қалай кеткенімді байқамай да қалыппын. Дей келіп, қолымнан шелегімді ала беріп еді. Жұмған саусақтарым сіресіп қатып қалыпты. Сөйлейін десем тілім икемге келмейді, жылап жібердім. Ентігімді бас алмастан құсып жатырмын. Қорқып қалдым ба, не болды деп, енем таңдайымды көтерді. Қолдарымды уқалап жатып, 2 шелектің тұтқасын зорға босатып алғаны. Несін айтайын, сол кештен бастап мен бір түрлі сырқатқа шалдыққандай болдым. Өз-өзімнен үш қыса болып жылайтынды шығардым. Күн сайын отын тергенді сылтауратып, бел астына барып алып, көз жасыма ерік беремін. Күндіз күлкі, түнде ұйқы қашқан соң делсалдық бірнеше айға созылды. Ел жайлаудан түскен кезде дәрігерге барып қаралып, мардымды ештеме біле алмаған соң бір күні Ұзынағашта тұрған емші барын естіп, енем соған ертіп апарды. Емші қартаңдау әйел екен. Алакөлеңге бөлмеге екеумізді алып кіріп, кітабын ашып көрді де, «Не нәрсеге кезігіп едің?» деді. Мен де іле-шала, «Ештемеге кез болғам жоқ» деп едім. Ол аса бір өзіне өзі сенген кейіппен, «Неге жасырасың? Осыдан бірнеше ай бұрын суға барғанда өзен жағасынан бірдеңе көріпсің ғой» дегені маған қадала қарап. «Білмеймін» дедім, оның меңзеп отырған нәрсесін біле тұрады, тағы да мойындағым келмей. Өйткені қорыққанға қос көрінер дейтін шығар деп, өзен жағасынан не көргенімді үйдегілерге айтқанды жоқ едім. «Білмесең біліп қой, деудің кішкене қызына кездесіпсің» деді емші. «Апақ-сапақта суға неге барасың? Қайта бағың бар екен. Оның баласына тап болыпсың. Ересегі болғанда саудаң бітіп еді». Өз көзімен көргендей ғып, бар шындықты алдыма қайта келіп берген емшіге еш қарсылық білдіре алмастан үнсіз қалдым. Шындығында әйел баласын кешке қарай суға жібермес, қазақ әдеті неден шықты екен? Күлтайға өзен жағасында кездескенді емшінің дию деп атауы ақылға сыйымды ма? Олай болса сол дию деп жүргеннің өзі не?
Кісі білімі жетіп түсіндіре алмас таңғажайып құбылыс иелеріне қоса, Дио сөзімен де біз халық прозасынан таныспыз. Өткенімізге үңіліп барына талдай қарасақ, қазақ аңыз әңгімелерінде ғана емес, бүкіл Шығыс пен Орта Азия, Кавказ халықтарының эпикалық жырлары мен новелла хикаяларында Диоға қатысты оқиғалар өте көп. Оның көбінде ержүрек батырлардың орман ішінде немесе тау шатқалдарында Диомен жекпе-жекке түскен сәттер де бар. Адамды меншіктеген аймағына жолатпасқа зор күшпен қарсы тұрған сол Диолардың жұрнағы бүгінде артына шам алып түссек те ұстатпай жүрген қара адамы емес пе? Бізді бұндай ойға келуге мәжбүр еткен бірнеше себептер бар. Қара адамы ізін бірінші рет Қарлытауда альпинистерге көрсетіп, сол атқа ие болғанымен, олар әр жерден-ақ кездесе береді. Кейде оны неандерталец немесе жабайы адам деп те атайды. Кейінгі кезде кейбір зерттеушілер оған гуманоид деген таңбаны да жапсырып жүр. Ғалымдар адамды жас биологиялық түрге жатқыза тұра, сол адаммен қатар өмір сүріп келе жатқан екі аяқты деп қара адамын атайды. Қара адамында кейбір сығандар мен өзге де сиқырлы күш иелері сияқты кісіге оймен әсер ете алар қабілеттің барына зерттеушілердің көзі жеткелі қашан. Мысалы, Құралайды көзге етқан талай аңшы тайга ішінде қара адамын қанша рет нысана қалып ізіне түссе де, бірде-біріне оқтар талмағаны аян. 60-70 жылдарда бір емес, тісіне дейін қаруланған бірнеше экспедицияның жер мен көктен қатар торып, қара адамын қолға түсіруге соншалықты ынтызар болғаны белгілі. Бірақ әртүрлі алып қашпа сөзден артық оның да ғылымға не бергені белгісіз. Қара адамымен кездескен сәтте өзге бір дүниеге тап келгендей, кісі бағытынан ажырап, өз ойын өзі билей алмай әлек болып қалатыны да анық. Ал оның түрінің өзгешелігі мен денесінің ірілігіне қарамастан, хайуанның өзі қалаған мезгілдерінде кез болсаң, көңіл күйінде ауыр із қалдырмайды деседі. Көргендердің сипаттауынша оның түк басқан еңгезердей денесі, иыққа мойынсыз қонған басы мен қып-қызыл боп от шашқан көздері, жүрек жұтқан жанды да алғашқыда бір селк еткізбей қоймасау. Тайга ішіндегі ағаш дайындау алаңынан табылды деп жүрген ұзындығы 40 см. Ені 18 см жалаң аяқтың ізі қар адамыныкі екені рас болса, иесінің мөлшерін соның ақ жасы танытып тұрғандай. Жалпы қолымыз жеткен мәліметтерді саралап көрсек, қар адамын мүлде жойып кетуден сақтап жүргені олардың бойындағы бізге беймәлім күштер құдіреті дегенді қорытынды шығады. Лезде түр өзгеріске түсер, немесе көзге көрінбей жоқ болып кете алар сондай сиқырлығы болмаса, жер мен көктен қатар тұрып, даланың бөкендерінше баудай түсірген болар едік. Тілсіз мақұлыққа жаны ашыған құдірет, ақыл иесі де тани бермес керемет қорғаныстық қабілет берген екен оларға. Бірақ адамның өзінен өзге де күш иесі барын мойындатпас, өзімшілдік ой көзді байлап, танымды тарылта түскен мына заманда бұны түсіну оңай бола қояр ма екен. Сонымен, көне қазақ сахарасында жас қыздар мен келіндерді кешке қарай суға жібермеу әдеті негізінен мынадай екі себепке байланысты. Біріншіден, қар адамының түр-түсінің өзі нәзік жанда ел затын қатты шошытып, жүйкесіне зақым келтіреді. Ал екіншіден, қар адамының ересектері, оның ішінде еркек жыныстысы, яғни дю, кез болса өзге жерге алып кетуі, немесе сол орында қинауы мүмкін. Өмірде ондайда уақиғалар аз болмаған. Мысалы, орманға таяу орналасқан орыс деревнясында мұғалімдік жұмысқа келген қызды түнде үсті басын түк басқан еңгезердей біреудің майшамның жарығында келіп мазалағаны Байкованың жазғандарынан-ақ белгілі. Ал енді бір жағынан орыстардың домовой деп жүргендері табиғаттың шырқып зұлмаған көне көздері де,
Орман тоғайға жақын тұрған древниялардың үйлерінде шатыры мен еден астына үйір болған сол адамның кейбіреуі емес пе? Орманды алқап қашанда ылғалға бай, ол қоректік жағынан да қолайлы. Кісі аяғы сирек болар ну тоғайдың ішінде де олардың төрелігіне мүмкіндік зор. Біз сияқты ауа райына қарап киім ауыстырып отырар айласы болмаған сонда қар адамы ыстық, құрғақ даладан гөрі қалың тоғай, орманды салқын алқап пен тау шатқалын жағалайтыны сөзсіз. Қар адамы ақыл есінің пиғылын жақсы түсінгендіктен одан алыс болуды қалайды. Адаммен қатар ғұмыр кешсе де психологиялық жағынан да, физикалық жағынан да пендемен мүлдем сыйымсыз. Олар біздің табиғатқа деген көзсіздігіміз бен өзге жан иесіне қатысты ойбауыт әрекетімізден шошынып, жасырын жүруге мәжбүр.